біздің Исмаил деген ұлымыз өзінде диагноз бар еді, өзіңіз білесіз. Мынандай Веданың очкиін алып едік сізден. Алдында осы Веданың очкиін таққанына бір апталық видеосын жіберген едім сізге. Қазір енді мән беріп қарап отырсам, арада 3 ай уақыт өткен. Көзі Аллаға шүкір. Мына бұрынғы фотоларын тауып алдым. Мына жерде өзінде очки киіп алғаны медицинадан берген очкиі. Мына линзасын қарасаңыз, кәдімгідей лупа секілді. Бұны көп кимейтін, басы ауырады кисе. Сонымен кимей шешіп лақтырып тастай беретін. Енді мына Веданың очкиін тастамайды, постоянно өзінің көзінде. Аллаға шүкір, результаты бәрі мына фотомен салыстырғанда кәдімгідей көрініп тұр. Мінекей мына жерлерде қарасаңыздар, мінекей. Оң жағы да, сол жағы да қарамайды. Бұның диагнозын жаңағыдай 2-3 диагнозы бар. Амблопия деген бар, косоглазия деген бар. Сосын жаңағыдай тағы да миында бір гидроцефалия деген сияқты бір диагноздар қойған. Мінекей енді өздеріңіз көріп отқандай. Исмаил, қарашы кәні. Күшті ма? Аллаға шүкір, міне көз жақсарып қалыпты. Мен өзім де мән бермеппін. Жаңа осы суреттерді көріп отырып, сол кезде ғана арада 3 ай уақыт өткенін көріп, қарап сіздерге осындай бір видео түсіріп жіберейінші деген ойым ғой.